Азат ағай бізге бір жыл бойы сабақ берді де, бұл кісі өмір бақи филармонияда істеген кісі. Сонан кейін мен қолым тимейді деп кетті. Аяғында өзіміздің консерваторияның шәкірті халық артисі Ешмұрат Елбаковтан бітірдім. Дипломды сол кісінің қолынан алдым. Енді сол бүгін мен де Сыбызғының кішкене жетістіктерін айтамын. Қазір бізге концертке шығатын жағдай болып, ертеге баруымыз керек. Кешіріңіздер, қысқа қайырайын. Бүгін күндегі жетістіктерімізді айта кететін болсақ, бүгінгі Сыбызғымыз 95 жылы ашылды, 30 жыл болыпты. 30 жылы. Біраз шәкірттеріміз бітірді. Басында біреуден, екеуден түсті, одан үшеуден түсті. Сонан кейін жаңа Калима апай айтпақшы, домбыра кафедрасында болдық, онан кейін қобыз кафедрасында болдық, онан кейін әнде болдық, ойынан айранып қайтадан домбыраға келдік. Енді Аллаға шүкір өзіміз жеке кафедра болып отырмыз. Бұдан былай біздің шәкірттеріміз де көп түседі деп ойлаймын. Осы кафедрамыздың осындай ашылғанына қатты үлкен болашақта шығармашылық табыстар тілеймін. Өзімде шамамыз келгенше сол жерде қызмет атқаруға бар күшімізді саламыз. Сыбызғының бүгінгі күнде айтып отырған класы ашылды деп айтып отырмын ғой. Класы ашылды. Сыбызғының жаңағыдай көп мәселе көп болатын. Оның класы жаңа айтты апайлар ағалар айтқандай, оның жаңа оқулығы керек класс ашқаннан кейін. Оның жаңағы аспабы керек, аспабының стройы керек. Оның осы Замзагүл апайлар баяғыда сарында мен оқушыларым ұрсып қоя береді. Бізді ана жақта лямен оқытқан, домбыра сольды ойнайды, біздің сыбызғышылар ляда ойнайды. Үлкен айғай шу болып, соны ақыры сол сольға стройына келтірдік. Жек ойнауды до стройына келтірдік. Шертпегейдің жаңағы теріс бұраудағы күйлердің бәрі келсін деп. Сол ашық шектің бәрін жаңағы бұрдон ұстап тұрады да, мелодияның бәрін жаңағы сыбызғы ойнайды. Сондай үлкен не болды. Абдылхамит ағайға бардық, ақыл сұрап, аға сіз ойнап жүргеніңіз ғой, бұны енді қандай стройға келтіреміз деп. Басқа да мына музыкаведтермен сөйлестік. Ақырында осы бүгін енді ол жайында, строй жайында проблема жоқ. Енді Сыбызғының ол ансамбльге қосылып кетті. Үлкен қазір бүкіл Қазақстанның барлық деңгейінде сыбызғы аспабы мәселесі жоқ деп ойлаймын. Өйткені ойнау жағынан да, репертуар жағынан да, жаңағы алып кету жағынан да, партияны ойнау жағынан да, барлық жағынан әлі ешқандай бізге шағым түскен жоқ. Екіншіден, үйрену мектебі жазылды. Қазір бүкіл музыка аспаптарына жазылатын оқулық, әдістемелік бізде шықты. Үшіншіден, сыбызғы өнері үлкен ғылыми тақырып болып қолданды, ғылымға енді. Оны Айжан апайларым жақсы деді. Сол кісілердің үлкен қолдауымен, жаңағы Асия апайлардың қолдауымен осы сыбызғыдан бұғанға дейін еңбек жазылмаған еді. Енді тағы бір біздің мәселеміз осы сыбызғы аспабын жасау болатын. Біз Башқұртстаннан алдырамыз, олар 5 тесікті ойнайды, біз 7 тесікті ойнаймыз. Содан келе ақырында өзімнің оқушым, бүгін өздеріңіз айтып отырсыздар, шәкіртім менен 5 жыл оқып бітірген Азамат Бақия шәкіртіме үлкен рахмет. Үлкен де осы бүгінгі күнде Болат біздің неменеміз алға қойған үлкен мақсаттарымыз көп әлі. Бүкіл аспаптарды Болат Сарыбаев атамыз қалдырған аспаптардың бәрін тірілту. Соның бірінде осы сыбызғының жаңағы жасау процесін бізге қалай ыңғайлы, қаншалықты оның дыбыс шығару күшіне, жаңағы Азат ағай айтқандай күшіне, оның жаңағы тазалығына бәріне еңбек етіп, бүкіл Қазақстан бойынша қазір осы Азамат шәкіртімнің аспаптары. Екіншіден жаңағы Сазсырнайда апайлардың айтып кетер өздері біледі. Бүкіл осы Сазсырнайдың түр-түрін бүгінгідегі ансамбльде ойнап жүргеннің барлығын Жаһангер ағасынан кейінгі қолға алған осы Азамат. Ол мәселемізде бүгінгі күнде шешіліп отыр. Күйлер жинағы жайынан да марқұм ұстазым Қазақстандағы Карих Құмақайұлы атамыздың 100-ге тарта күйін жазып, соның 50-ге тартасы жаңағы күйлер жинағы болып Қазақстанда тұңғыш жеке кітап болып шықты. Бұғанға дейін Әбділхамит ағайдан, Ахмет Жұбанов атамыздан, басқа да көптеген музыка зерттеушілеріміздің кітаптарында танымдық ретінде болатын. Қазір жеке өзінің күйлер жинағы бар, оқу сыбызғы үйрену мектебіміз бар, бүгінгі күнде классымыз бар, өз алдына бітіріп жатқан студенттеріміздің де жетістігі үлкен. Мысалға
Дархан деген шәкіртім қазір неде ойнап жүр, жаңағы Қазсақта ойнап жүр. Осы ең алғашқы біздің халықаралық шабыт конкурсының 2-ші орнын алып келді. Мысалға ол да фольклорлық аспаптан. Осындай жетістіктеріміз бар. Болашақта әлі де үлкен алға қойған мақсаттарымызға жете беретін шығармыз. Енді кемшілік, толықпай жатқан кемшілікке бар. Ол бізден емес. Мысалға келген кездерде менен бітірген осы оқушылардың қазіргі ансамбльде істеп жүргендердің 100% деп айтпаймын. Сол 80% менің шәкірттері бүгінгі күнде. Бірақ дегенмен де оқу процесінде кішкене біз ақсап тұрмыз. Оны біздің кафедрада үлкен мәселе болып Замзагүл ханым көтерді. Мына колледждерде аз. Біздің Алматы облысында, осы Алматы өңіріндегі жаңағы цирковойдан ашылды сөз бойынша. Оның кейін Чайковскийдан ашылды. Менің бір Асқат Сағат деген шәкіртім сол жерде жұмыс істеп жүр. Сол кісі енді болашақта алға қартай алып кетеді деген ойдамыз. Кеше ғана серпер конкурсының 2-ші орнын алды ол бала. Өзіне жаңағы 1 миллиондық жаңағы ұтысын алып үлкен жеңіске жетіп отыр. Осындай жетістіктеріміз бар. Болашақта енді біз шәкірттерімізбен өзіміздің жаңағы осы кафедрамыздың алға қойған мақсаттарымен әлі барлық облыстарымызға, әр облыстың мына музыкалық колледждеріне мамандар дайындап, сол жақтан мүмкіндігі болғанша сол жақтың әрбір жақтың азаматтарына білім беріп, сол жерде қайтадан сол сыбызғы класының оқыту жүйесін қолға алуға көптеген осы өзіміздің отырыстарымызда мәселе болып көтерілді. Осы мәселе болашақта алда шешілетін сияқты. Енді айта берсек сыбызғы туралы басқа да дүниелер көп. Бірақ енді осы не болғаннан кейін бүгінгі дөңгелек үстелімізде сол аз ғана жетістіктерімен жаңағы өзіміздің толықпай жатқан жерлерін айтып беруге тура келді. Қазір бізде міне сағат 5 болды, 5-те концертке шығуымыз керек. Кешіріңіздер, сұрақтарыңыз болса, алда әлі осы консерваториядамыз. Кафедраға келіп, берулеріңізге болады. Үлкен рахмет тыңдағандарыңызға. Үлкен рахмет аға. Талғат Кәрібжанұлы, үлкен рахмет сізге.